Бүгін сіздермен өте дәмді таңғы аспен бөлісетін боламын. Үккіштен өткізілген сәбізге ұсақталған бір тіс сарымсақ және жарты қасық уксус, көк пияз, ысытылған май қосып, шымшып араластырып, оған тұз салып, тағы да араластырамыз. 6 жұмыртқаға тұз саламыз, 2 қасық ұн саламыз және 30 грамм сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызды жақсылап майлаймыз. Бір ожау жұмыртқаны құйып, астын аудармай ақырын отта пісіреміз. Үстіне бағанағы салатымызды салып, осылай орама жасап, қалғанының бәрін тура осылай пісіріп шығамыз. Дайын болған орамамызды тең екіге бөліп, үстін майонез және кетчуппен осылай әрлеп шығамыз. Сіздермен болған марияж ұнаса лайк қойып, пікір жазып, каналға жазылыңыз.